Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Сіздердің назарларыңызға бүгін жаппай ашық онлайн курсымызды ұсынамыз. Курстың атауы сыртқы экономикалық қызметті басқару. Курсты жүргізетін мен Қарқынбаева Шолпан Ысқаққызы, Құлажанов атындағы Қазақ технология және бизнес университеті экономика және басқару кафедрасының сеньор лекторы. 4-ші тақырып: халықаралық валюталық қатынастар. Бұл дәрісте халықаралық валюта жүйесінің тарихи эволюциясын, валюта бағамының түрлері мен оның сыртқы экономикаға әсерін, сондай-ақ халықаралық несие нарығының құрылымын қарастырамыз. Дәрістің мақсаты мен негізгі сұрақтары. Мақсат: студенттерге халықаралық валюта жүйесінің эволюциясын, валюта бағамының түрлері мен оның сыртқы экономикалық операцияларға әсерін, сондай-ақ халықаралық несие нарығының құрылымын түсіндіру. Қарастырылатын сұрақтар: бірінші, халықаралық валюта жүйесінің ұғымы және оның эволюциясы. Екінші сұрақ: валюта бағамы және оның түрлері. Үшінші сұрақ: халықаралық несие нарығының құрылымы. Төртінші сұрақ: валюта бағамының өзгеруінің сыртқы экономикалық операцияларға әсері. Негізгі ұғымдар. Валюта жүйесі халықаралық ақша қатынастарын реттейтін мемлекет аралық келісімдер жиынтығы. Ямайка жүйесі 1976 жылдан бері қолданыстағы еркін өзгермелі бағамдар жүйесі. Кросс бағам үшінші валюта арқылы анықталатын екі валюта арасындағы айырбас бағамы. Алтын стандарт валюталардың алтын мөлшеріне бекітілуіне негізделген тарихи жүйе. Девальвация, ревальвация ұлттық валютаның ресми бағамын төмендету немесе жоғарлату. Либор, Лондон банкаралық ұсыныс мөлшерлемесі, халықаралық несиелердің эталон бағасы. Халықаралық валюта жүйесі дегеніміз не? Халықаралық валюта жүйесі дегеніміз әлемдік шаруашылықтағы экономикалық байланыстарға қызмет көрсететін халықаралық ақша қатынастарын ұйымдастыру және реттеудің мемлекет аралық келісімдер мен құқықтық нормалар негізінде қалыптасқан жиынтығы. Халықаралық сауда тауарлар мен қызметтердің шекара арасындағы үздіксіз қозғалысын қамтамасыз ету. Капитал қозғалысы инвестициялар мен қарыз капиталының халықаралық деңгейде еркін ағуын реттейді. Есеп айырысу елдер арасындағы төлемдер мен есеп айырысу процестерін стандарттау. Халықаралық валюта жүйесінің тарихи эволюциясы. 4 кезең. Біріншісі Париштік алтын стандарты, екіншісі Генуа жүйесі, үшінші Бреттон-Вудс жүйесі, төртіншісі Ямайка жүйесі. Дүниежүзілік экономиканың дамуымен бірге халықаралық валюта жүйесі 4 негізгі тарихи кезеңмен өтті. Әр кезең жаңа геоэкономикалық шындықтарға бейімделудің нәтижесі болды. Халықаралық валюта жүйесі бұл әлемдік экономикадағы мемлекеттер арасындағы сауда-саттық, инвестиция және қаржылық есеп айырысуларды реттейтін ережелердің, заңдардың, институттар мен құралдардың жиынтығы. Процесті қарапайым тілмен айтқанда, бұл
әртүрлі елдердің ақшалары, валюталары бір-бірімен қалай айырбасталатынын анықтайтын жаһандық ережелер жиынтығы. Аталғандай халықаралық валюта жүйесі өз дамуында 4 негізгі тарихи кезеңнен өтті. Біріншісі алтын стандарт жүйесі, Париж жүйесі деп аталады. Екіншісі алтын девиздік стандарт, Генуя жүйесі. Үшіншісі Бреттон-Вудс жүйесі. Бұл мәні ақш доллары әлемдік негізгі резервтік валюта болып жарияланды. Төртіншісі Ямайка жүйесі. Қазіргі жүйе алтын ресми түрде ақша рөлін ақша рөлінен бас тартты, демонетизация болды. Валюта курстары тұрақты болудан қалды. Енді олар өзгермелі болып табылады. Яғни валюта бағасын нарықтағы сұраныс пен ұсыныс анықтайды. Валюта жүйелерінің салыстырмалы кестесі. Кезеңдерін қарастырамыз. Есептеу стандарттары, бағам режимі және басты ерекшелігі, құлдырау себептері. Алтын стандарт Париж 1867 жылы. Алтын әр валюта алтын мөлшеріне бекітілген есептеу стандарты. Бағам режимі тұрақты алтын паритеті. Басты ерекшелігі бұл алтын монеталар еркін айналымда. Бірінші дүниежүзілік соғыс пен 1929-33 жылғы дағдарыс жүйені қиратты. Келесі алтын девиздік, Генуя, 1922 жыл. Алтын қосу девиздер плюс фунт доллар. Бағам режимі тұрақты икемдірек. Жетекші қағаз валюталар халықаралық құралға айналды. 1930 жылдары дағдарыс жүйені жойды. Бреттон-Вудс жүйесі 1944 жыл. Алтын доллар стандарты. Бұл жерде доллар 1 унция 35 доллар болып саналды. Тұрақты халықаралық валюта қорымен дүниежүзілік банк құрылды. Никсон шоғы 1971 жүйені тоқтатты. Ямайка жүйесі қазіргі 1976 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін көп валюталық стандарт. Алтын демонетизацияланды. Еркін өзгермелі болды валюта бағамы. Доллармен қатар евро, иена, юань резервтік валюта мәртебесіне ие болды. Қазіргі жағдайда халықаралық валюта жүйесі мынадай маңызды бөлшектерден тұрады. Бірінші ұлттық және халықаралық резервтік валюталар. Бұл жерде ақш доллары, еуро, иена, фунт стерлинг және Қытай юані болды. Валюта бағамының режимдері. Елдер өз валюталарын еркін айналымға жібере алады. Мысалы, Қазақстан теңгесі сияқты еркін өзгермелі бағам, немесе белгілі бір валюта қатты бекітіп қоя алады. Алтын валюта резервтері бұл мемлекеттердің сыртқы қарыздары өтеу және өз валютасын қолдау үшін орталық банктерде сақтайтын алтын және шетелдік валюта қоры. Халықаралық қаржы институттары процесті қадағалайтын халықаралық валюта қорының және халықаралық есеп айырысу банкі құрылды. Валюта бағамының негізгі түрлері. Тұрақты валюта бағамы, өзгермелі еркін қалқымалы бағам. Басқарылатын аралас қалқымалы бағам, номиналды және реалды бағам. Тұрақты валюта бағамы бұл мемлекет орталық банк тарапынан заңды түрде белгілі бір шетелдік валютаға қатаң бекітілген бағам. Орталық банк бұл деңгейді сақтау үшін нарыққа үнемі интервенция, валюта сатып алу немесе сату жасап отырады. Басқарылатын аралас қалқымалы бағам. Бағам негізінен
нарықта анықталады. Бірақ орталық банк күрт ауытқулар кезінде нарыққа араласып реттеп отырады. Қазақстан теңгесінің бағамы осы принципке жатады. Өзгермелі еркін қалқымалы бағам. Валюта нарығындағы сұраныс пен ұсыныстың негізінде мемлекеттің тікелей араласуынсыз қалыптасатын бағам. Экспорт өссе, валютаға сұраныс артып, бағамы нығаяды. Номиналды және реалды бағам. Номиналды бағам нарықтағы ағымдағы айырбас бағамы. Реалды бағам екі елдегі инфляция ескерілген номиналды бағам. Ол тауарлардың нақты сақталып сатып алу қабілеттілігін көрсетеді. Халықаралық несие нарығы. Халықаралық несие нарығы мемлекеттер, халықаралық ұйымдар, шетелдік банктер мен корпорациялар арасында қайтарымдылық, мерзімділік және ақылылық пайыздық мөлшерлеме шарттарымен қарыз капиталын қайта бөледі, жүзеге асыратын нарықтық капитал қатынастардың жүйесі. Қысқа мерзімді несие нарығы, ақша нарығы. Бір жылға дейінгі мерзімге берілетін қарыздар. Халықаралық сауданы қаржыландыру немесе банктердің ағымдағы өтімділігін қолдауға арналған. Лейбор мөлшерлемесі эталон болып табылады. Орта және ұзақ мерзімді несие нарығы, капитал нарығы. Бір жылдан жоғары мерзімге инвестициялық жобаларды, мемлекеттік бағдарламаларды қаржыландыруға арналған. Синдикатталған несиелер мен халықаралық облигациялар маңызды рөл атқарады. Валюта бағамының өзгеруі. Сыртқы экономикаға кешенді әсер. Валюта девальвациясы, валюта ревальвациясы. Девальвацияда валюта арзан экспорт көлемінің өсуі, қымбат импорт көлемінің азаюы, сауда балансының жақсаруы және сыртқы қарыз салдары. Сыртқы қарыз салдары бұл көбеюі. Валюта ревальвациясы, қымбат экспорт көлемінің азаюы, экспорт көлемінің өсуі бір жағынан, арзан импорт, бұл импорт көлемінің өсуі, сауда балансының нашарлауы, сыртқы қарыз жеңілдейді. Девальвация, ұлттық валютаның әлсіреуі. Экспортқа әсері, отандық тауарлар шетелдік сатып алушылар үшін арзандайды. Мысалы, теңге әлсірейді, шетелдік бұрынғы доллар сомасына көбірек қазақстандық өнім сатып ала алады. Экспорт көлемі өсіп, компаниялардың кірісі артады. Импортқа әсері. Шетелдік тауарлар ішкі нарықта қымбаттайды. Импорттың азаюы импортқа алмастыру процесіне, яғни отандық өндірістің дамуына серпін береді. Сауда балансы. Экспорттың өсіп, импорттың азаюы елдің сауда балансының жақсаруына, профицитке ұмтылуына әкеледі. Сыртқы қарыз. Егер сыртқы қарыздар шетелдік валютамен рәсімделген болса, оларды өтеу ауырлайды. Қарыз жабу үшін көбірек ұлттық валюта жұмсалады. Ревальвация. Ұлттық валютаның нығаюы. Ревальвация. Экспортқа әсері. Отандық тауарлар шетелдік нарықтарда қымбаттайды. Шетелдіктерге ол тауарды сатып алу үшін өз валютасын көбірек айырбастауға тура келеді. Экспорт көлемі азайып, экспорттаушылардың кірісі төмендейді.
Импортқа әсері. Шетелдік тауарлар, жабдықтар мен технологиялар ішкі нарықта арзандайды. Бұл өндірісті жаңарту, модернизация үшін тиімді. Алайда отандық өндірушілерге бәсекелестік қысымды арттырады. Сауда балансы. Импорттың шамадан тыс артуы және экспорттың азаюы сауда балансын нашарлауына, тапшылықтың пайда болуына соқтыруы ықтимал. Сыртқы қарызға келетін болсақ, шетелдік валютамен алынған сыртқы қарызда өтеу жеңілдейді, себебі қарызды жабуға аз ұлттық валюта жұмсалады. Шетелдік инвесторлар үшін де капитал салу тиімдірек. Келесі қарастыратынымыз валюта бағамының сыртқы операцияларға әсер ету матрицасы. Сыртқы экономикалық көрсеткіштер девальвация және ревальвация кезінде. Отандық тауарлардың сыртқы бағасы девальвацияда арзандайды, бәсекеге қабілеттілік артады. Ревальвацияда қымбаттайды, бәсекеге қабілеттік төмендейді. Экспорт көлемі. Девальвация өседі, ревальвацияда азаяды. Шетелдік тауарлардың ішкі бағасы. Девальвация кезінде шетелдік тауарлардың ішкі бағасы қымбаттайды, ревальвация кезінде арзандайды. Импорт көлемі азаяды, девальвацияның кезінде ревальвацияда өседі. Сауда балансы экспорт-импорт девальвацияның кезінде жақсарады, профицитке бейім. Ал ревальвацияның кезінде нашарлайды, дефицитке бейім. Валюталық сыртқы қарызды өтеу девальвацияның кезінде қиындайды, көп қаражат талап етеді. Ал ревальвацияның кезінде жеңілдейді, аз қаражат талап етеді. Шетелдік инвестициялар ағыны. Девальвацияның кезінде елге капитал салу арзандайды, ревальвацияның кезінде капитал салу қымбаттайды. Бақылау сұрақтары мен қорытынды. Бірінші, жүйелердің айырмашылығы. Сұрақ: алтын стандарт жүйесі мен қарызға қазіргі Ямайка валюта жүйесінің басты айырмашылығы неде? Девальвация мен ревальвация. Валюта бағамының девальвациясы мен ревальвациясы елдің экспортына қалай әсер етеді? Несие нарығының рөлі. Халықаралық несиелеудің әлемдік экономиканы дамытудағы рөлі қандай? Дәрісті оқығаннан кейін сіз халықаралық валюта жүйесінің 4 тарихи кезеңін, валюта бағамының 4 негізгі түрін және девальвация мен ревальвацияның сыртқы экономикаға әсер ету тетіктерін толық түсінуіңіз тиіс. Назарларыңызға рахмет.